Баршаңызға қайырлы күн. Гайморит үстіңгі жақта орналасқан мұрынның қосалқы қуысының қабынуымен сипатталатын ауру. Бұл ауру қатты суық тигенде, кариес түскен тіс, аллергия, онкология және лор мүшелерінің басқа ауруларының ауырғанынан пайда болады. Достар, бүгін біз гайморитті ауруханада және үйде қалай емдеуге болатыны туралы айтамыз. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалы арнасы. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылып кетіңіз. Қабынудың белгілері: кеңсірік пен мұрын қойнауы аумағының сыраюы және мұрынның бітелуі. Егер басыңызды иіп төмендеткен кезде мұрындағы жайсыздықты қатты сезінсеңіз, ол гайморит болуы мүмкін. Мұрынның бітелуі, мөлдір түсті немесе сары жасыл түсті сұйықтық пайда болуы мүмкін. Ал егер тым қою болса, ауру белгілері сізге мүлдем білінбеуі мүмкін. Бетіңіз ауырса, бұл кезде ауырсыну қабынған жақтан байқалады. Созылмалы гайморитте ол қатты білінбейді, бірақ өткір кезде өте күшті болады. Ауру тіпті көз аймағына өтіп, одан әрі басқа қарай жылжи алады. Әлсіздік пен тез шаршау. Ауру тыныс алу мен жағымсыз сезімдер ұйқыны, көңіл күйді нашарлатады, тәбетті төмендетеді. Температура: қатты ауырған кезде дене қызуы 38 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Бірақ созылмалы гайморит болса, температура қалыпты бола береді. Гайморитті қалай анықтауға болады? Оның белгілері қандай және үйде емдеуге келе ме? Егер жалпы жағдайыңыз нашарласа, бас ауруы күшейсе, әсіресе еңкейген кезде ауру қатты білінсе, гайморит қойнауын ақырын басқанда ауырғанын сезінсеңіз, мұрын жанындағы аймаққа қолайсыздық күшейсе, ауру көзге, кеңсіріктің бүйіріне және тағы басқа жерлерге ауырса, температура қайтадан көтерілсе, міндетті түрде дәрігерге жүгініңіз. Үй жағдайында не істеуге болады? Гайморит сияқты ауру үйде қалай емдеу керектігін тек дәрігерлер ғана айта алады. Егер жоғарыда айтылған белгілер байқалса, өздігіңізден емделмей мамандарға жүгінгеніңіз жөн. Өйткені бұл қабыну процесі созылмалы түрге айналып, елеулі асқынулар тудыруы мүмкін. Дәрігерлер жиі ұсынатын кеңестер: гаймориттің пайда болуына әсер ететін себептерді жою. Дәрігерлер мұндай жағдайда ауру тудырушылармен күресетін құралдарды тағайындайды. Ол қышымаға қарсы, бактерияға қарсы, аллергияға қарсы немесе антисептикалық дәрілер болуы мүмкін. Егер қойнаудағы инфекция жақын орналасқан қабыну ошағына түссе, мысалы кариес түскен тіс болса, онда оны кешіктірмей емдеу қажет. Жергілікті қабынуды жойып, қойнаудың дренажын жақсартуды ұсынады. Дәрігерлер сондай-ақ мұрын қуысын жууды және жапсырманы іріңді шығаруға қабілетті құралдарды қолдану арқылы жасауды ұсынады. Мысалы, гайморитті балмен емдеу, теңіз немесе тұзды сумен жуу тиімді қолданылады. Егер осы рәсімді аурудың бастапқы кезеңінде дереу жасасаңыз, гаймориттен жылдам айығасыз. Шышты қабықты қалпына келтіруіне көмектесетін ингалипт, каметон, пенасол, биопрокс секілді өсімдік сығындылары бар, қабынуға қарсы, бактерияға қарсы әсері бар тамшылар қолдануы ұсынылады. Мұрын қуысын шайқурай, ақмия, ара желімі, теңбілгүл, түймедақ, емен қабығы, қырмызы гүл секілді өсімдіктерінің қайнатпасымен және тұнбасымен жуу керек. Сонымен қатар фуразилен ерітіндісі және хлорофилип, ротокон, декмодоксин секілді дайын дәрілік заттар қолданылады. Мұндай рәсімдерді күніне кем дегенде 4 рет жасау ұсынылады. Мұрын қуысын инемен тесіп, антисептикалық заттармен де жууды ұсынылады. Мұрынның айналасын құрғақ немесе инфрақызыл шаммен, сондай-ақ көгілдір шам, тұз қайнатпасы және пісірілген жұмыртқамен жылытуға болады. Бірақ бұл процедураны мұрын қуысында әлі ірің болғанда және де температурасы көтерілгенде жасауға болмайды. Жалпы емдеу: сізге көбірек витаминді сусындар ішу керек. Сондай-ақ жалбызтектен қызылмия тамыры секілді бактерияға қарсы әсері бар шөптердің қайнатпасын немесе муколитик қолдану ұсынылады. Егер де температурасы қалыпты болса, ыстық ванна секілді алаңдатпа терапиясын жасауға болады. Халықтық немесе басқа да консервативтік емдеу әдістері: гайморитті үй жағдайында емдеу өздігінен жасауға оңай және науқастың жағдайын жеңілдетуге бағытталған бір қатар рәсімдерді қамтиды. Мұрынға ментол майын тамызыңыз, сондай-ақ онымен маңдайды да майлау керек. Ментол мен камфора майын бірдей мөлшерде ыдысқа араластырып, оған кептірілген нан салып, отқа қою керек. Содан кейін оның түтінмен танау арқылы шамамен 3 минут демалыңыз.
Таңертең және кешке ара желім мен сарымай қоспасына 1/3 мақта тампонын салып мұрынға қойыңыз. Ингаляция жасаңыз. Гаймориттің созылмалы түрі. Егер ауру созылмалы болса, сүт пен сүт өнімдері тұтынуды тоқтату керек. Ал егер кейбір жағдайда гайморитке ауысатын созылмалы тұмаумен ауыратын адамдар патологиялық үрдістің дамуына әсер ететін крахмал мен қанты жоғары өнімдерді және пастерленген сүтті тым көп тұтынады деп санайды. Егер иіс сезбейтін жағдайға жетсеңіз, табаға кішкене сіріңке суын құйып, оны қыздырып, буымен демалу керек. Жалпы ұсыныстар: мұрындағы шырш орта құлаққа немесе есту түтігіне түсіп кетпес үшін танаудың бір тесігін жауып, кезекпен сіңбіру керек. Оның өзінде кідіріспен сіңбірген дұрыс. Тамшыны жатып немесе отырып тамызу керек. Сүйелшөп пен алоэ шырышын және балды тең мөлшерде араластырыңыз. Жаңа қоспаны танауға, яғни мұрынның әр тесігіне 5-10 тамшыдан тамызу қажет. Аузыңызға түскен жағдайда жұтып қоюдан аулақ болыңыз. Бұл рәсімді апта бойы немесе 10 күн, күніне 3-5 рет жасау керек. Теңбілгіл тамырын ұнтақтағыштан өткізіп, шырышын сығып алып, фурацилин ерітіндісіне қосады. Пропорция 1/4 құруы тиіс. Бұл тамшы апта бойы күніне 3 рет 2 тамшыдан тамызады. Ара балауызын ертіп шамалы суыту керек. Аздап суыған ара балауызын гайморит қойнауына қоятын жапа жасау керек. Сосын оны гайморит қойнауына қойып, бетін шүберекпен жауып қояды. Бұл рәсімді 1 ай бойы күн аратпа жасайды. Жалпы алғанда гайморит үйде емдеу мүмкін, бірақ өздігіңізден емдемес бұрын дәрігермен кеңесу керек. Дәрігер қандай дәрі-дәрмек қолдану керектігін, қандай процедуралар жасау керектігін тағайындап береді. Себебі кейбір халықтық құралдарды қолдануға болмайды. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалы арнасы. Келесі кездескенше аман жүріңіздер.